Жапандағы жалғыз ағаш. Бұл да бір кезде жапырағы жайқалған жасыл дарақ еді. Алыс сапарға шыққан адамдарға күн күйдірсе көлеңке, жауын жауса пана, жел тұрса ық болған. Бір кезде бұл ағаштың бұтағына қонып бұлбұл сайраған, құстар ұя салып балапан қанат қақтырған. Топтанып ұшқан торғайлар жасыл дарақтың жапырағына түскен құрттарды шоқып жеп, ырзығын айырған. Сол қайнаған тіршілік базары қазір қайда? Тіршіліктің өзегіне айналған сол ағаш бұл күні меңіреу, мылқау, өлі дүниеге айланып үлгерген. Неге? Иә, бұл жерде ұлы үйлесім заңы бұзылғаны анық. Ол үйлесім Алланың бұйрығынан тұратын табиғат заңдылығы еді. Яғни бұл жаратылыс емес, жаратушы заң еді. Ал жаратушының заңын бұзу түбінде тақсірет тарттырмай қоймайды. Тарих тағылымы осындай. Ақ шүберек байлаған автобустар жолға түсті. Алла тағала өз кітабы Құранда адамдарға екі жол көрсетті. Біріншісі түсуге тиіссің деп Құранда бұйырған жолы, екіншісі оған түсуден тыйған жолы. Әуелгі жолдың баратын ұшы жұмақ, соңғы жолдың ұшы тозақ. Ал мына автобустар қай жолға бет алды екен? Ол жағын біз білмейміз. Бірақ бізге белгілі бір жайт, егер біз Алланың өзі бұйырған жолға түссек қана бақилық бақытқа қол жеткізе алады екенбіз. Басқа жолдың бәрі тозаққа апарып тоқтады. Мына жолаушылардың бет алған жолы ислам жолы емес екенін мынадан аңғаруға болады. Бұл ата жолы, ақ жолда, бұнда тек қана біздің өзіміздің халық қана емес, шетелден де келіп жатыр қазір. Бұл біздің бабаларымыздың қасиетін біліп жатыр. Бұл енді бүткіл дүниежүзілік тарих болады да. Аллах тағала айтады: әлдегім рахманды еске алудан көз жұмса, оған шайтанды ерікті қыламыз да, сонда ол оның жолдасы болады. Күдіксіз шайтандар оларды жолдан тосады, олар өздерін тура жолға түсірілдік деп ойлайды. Молар алап, өлгендерден тілек тілеп жүрген жандардың бұл сапарлары исламға қарама-қайшы жол. Негізінде қабірге зиярат ету амалы шариғатта бар, бірақ онда екі мақсатпен ғана баруға болады. Оның біріншісі ақыретте еске түсіру болса, екіншісі мәйіттің күнәсінің кешірілуін Алладан тілеу болып табылады екен. Бұған пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам: қабірлерді зиярат етіңіздер, өйткені қабірді зиярат ету ақыретті естеріңізге салады деген хадисі, және өзі қабірді зиярат еткенде: ассаламу алейкум, уа бұл мазарда жатқан мүмин мұсылмандар, Алла қаласа бізде бір күні сіздерге қосыламыз, Аллахтан өзімізге, сіздерге де азаптан құтқаруын сұраймын деп дұға еткен дәлел бола алады. Бұл жерде біз исламда әулиелау деген ұғым атымен жоқ екенін білуіміз керек. Аналардың тілеуақ тілеу дейді, бала шағаның тілеуін тілеп келдік, немерелердің тілеуін тілеп келдік. Өсейік, өнейік, мына қазақ халқымыздың жаңағы мәртебесі биікте болып, жаңа жақсылыққа жете берейік. Әрдайым осындай ақ жол ата бабалардың ақ батасын алу үшін келіп, сол үшін келіп осы ақ жол атанып жаңағы осындай аппақ киініп келіп отырмыз. Қабірде жатқан қандай әулие, қандай абзал адам болсын, ол өзінің басына келіп тұрған ешкімнің де дұға тілегін ести алмайтынын әркім біле бермейді. Аллах тағала айтады: қабірлердегі біреулерге сен сөз естірте алмайсың. Рас, сен өліктерге естірте алмайсың. Сондай-ақ бет бұрып кетіп бара жатқан саңырауларға да дауыс естірте алмайсың. Соқырды да адасқан жағынан тура жолға сала алмайсың. Аяттарымызға иман келтіріп, өздері бой ұсынған кісілерге ғана естірте аласың. Қарахан бабамыздың рухына табынып отырық. Әулиелі жерге адам өзінің арманын, тілегін айтып келеді. Арыстан бабамыздың басына ең біріншіден өзімнің семьямның ынтымағын, бала шағамның амандығын, туған туысқандарымның, бауырларымның амандығын, әрқашанда солардың дастарханның берекелі болуын, және де шетте жүрген балапанымның шаңырағыма аман есен оралуын тілеп келіп отырмын. Бұл біздің бір келгеніміз емес. Жылына семьялы болғалы жылына бір рет келіп тұрамыз. Біз 5 уақыт намазда Аллах Тағалаға саған ғана құлшылық қыламыз, әрі сенен ғана жәрдем сұраймыз деп Фатиха сүресін оқып, күн сайын кемінде 40 рет уәде береді екенбіз. Сөйте тұра әулиелерден медет, қолдау, қорғау сұрасақ жөнге сияма? Аллах Тағала айтады:
Олардың Алладан басқаға жалбарланғандары еш нәрсені жарата алмайды. Олар өздері жаратылғандар, олар өлі, тіремес, сондай-ақ қашан тірілетіндерін білмейді. Олардан күнәсінің кешірілуін сұра деп дұға ететіндер бар. Мұның Аллах алдында кешірілмейтін күнә ширкке жататын бейхабар жандар көп. Аллах Тағала айтады: оларға айт, сендерді бар бейнеттен Алла құтқарады, сонда да сендер серік қосасыңдар. Алламен бірге басқа тәңір шақырма, онда сен де азапқа ұшыраушылардан боласың. Бұл дәлелдер қабірде жатқан әулие әмбиелерге сыйынуға, табынуға, бірдеңе сұрауға болмайтын көрсетеді. Ал енді ақ шүберек байлаған автобус мініп, қабір аралайтын ақ жолдықтардың, ата жолдықтардың, аққулар мен сұңқарлардың қалай зиярат ететіндерін көрейік. Жанатта болсын деп Алладан бірінші елесін істемесін. Болды ма? Жауап болдық па? Ал, отырайық ашында. Өткен барша пайғамбарлар мен сахабалардың, әулие әмбиелеріміздің, періштелеріміздің және соңғы пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам әруағына бағыштадық. Сайрамдағы сансыз баптардың, Түркістандағы Түркістан бабаларымыздың, Лашынбап, Қарғабап, Шерімбет әздер, Құрбан ата, Өзбек әл Жәнібек бабаларымыздың әруақтарына бағыштадық. Ата жолды бастап қуаттап жүрген Түктібай атамыз, Сарыбай атамыз, Сүйінбай атамыз, Жамбыл атамыз, Қайназар бабаларымыздың, піріміз болып жүрген Байдыбек, Ағынтай, Қарасай, Албан, Суан, Дулат, Жарықшақ, Жаныс, Айша биби анамыздың әруағына бағыштадық. Сейілхан анамыздың, Қарашаш анамыздың, Зеріп анамыздың, Домалақ анамыздың, Гаухар анамыздың, Жұпар анамыздың, Мариям анамыздың, Айғаным аналарымыздың әруақтарына бағыштадық. Зияратшылардың бұл көріністегі амалдарының бәрі шариғатта жоқ шатасулар. Бұлар кешірілмейтін ширк күнәсін жасап, Алланың рахымынан құр қалуда. Мұның бәрі ислам тыйым салған амалдар еді. Бұл пұтқа табынған буддистердің іс-әрекетінен ешқандай айырмашылығы жоқ адасушылық. Қабір басындағы құрылыстарға табынып жүрген қандастарымызға бұдан басқа не деуге болады? Бұлар білімсіздік пен надандықтың шарықтау шегіне жеткені сондай, керек жарақтарын тілейміз деп, осы қабірдің басына ұйымдасқан түрде сапар шегуді шығарып алды. Біз аруақтан сұраймыз. Аруақ періштеден сұрайды. Періште Алладан сұрайды. Сонда барады да Алла Тағала осында жаңағы жамағатын, яғмаса осында пеннің шын көңілімен ниет қылады. Тілейтін қабілет өгер деген сияқты тілек тілейді. Көңіл бөліңдер. Дін нағыз Аллаға тән. Сондай Алладан өзгені дос тұтқандар, біз бұларға Аллаға жақындастырсын деп қана табынамыз дейді. Азғындарға тозақ көрсетіледі. Оларға табынатындарың қайда делінеді. Алладан өзгелер сендерге жәрдем ете ме? Яки өздеріне жәрдем ете ала ма? Табынылғандар да, азғындар да тозаққа ет бетінен құлатылады. Бұлардың әулие әруағынан сұрап жатқандары бір ғана Алладан тілеуге тиісті болған тілектер емес пе еді? Алла тұрғанда әулие әруаққа жалбарынғанымызға жол болсын. Абай атамыз айтқандай, жаратушы тұрғанда жаратылғаннан не сұрайсың? Аллах Тағала айтады: Алладан өзге қияметке дейін өзіне жауап бере алмайтын біреуге табынғаннан залым кім бар? Әрине, табынғандары олардың жалбарынуларынан хабарсыз. Бұдан шығатын қорытынды, қабірдегілер өздерінен тілеген тілектерді естімейді де, орындай да алмайды. Бәрін естуші, білуші, жарылқаушы жалғыз Алла ғана. Ол айтады: Мұхаммед, егер құлдарым сенен мен туралы сұраса, өте жақынмын. Қашан менен тілесе, тілеушінің тілегін қабыл етемін. Ендеше олар да әмірімді қабыл етсін, және маған сенсін. Әрине, тура жол тапқан болар еді. Деп анық айтады. Олай болса, өте жақын Алла Тағаладан тілемей, айшылық, күншілік жол жүріп, айдаладағы әулие аруақтардан тілек тілегеніміз қалай? Жол болмай жүргендердің де жолы ашылып жатыр. Ал енді кейбіреудің жолы ашылып, жоғары жаққа көтерілдім, қызметкер болдым деп, келіп те осы жерден тағы батасын алып, тілек тілеген кісілерді, үлкен кісілерді көрдік. Сондықтан бұл жерде біз сол көріп тұрғаннан кейін ойлаймыз, қасиетті жер деп. Келген себебіміз
әулие жерден Қарахан бабадан аруағынан қолдасын деп сол мақсатпен келдік. Барлық жақсылық тіледім, бақытты болуды ең бастысы. Қабірдегілер тірілердің сөзін естімесе, жауап беруге шамасы келмесе, онда олар өзіне сиынушылардың мұң-мұқтажын қалай шешіп бермек? Алла тыйым салған болса, әруақ адамдарды желеп жебейтін күш-қуатын қайдан алып, оны тірілер үшін қалай пайдаланбақ? Көрмеді деме аруақ, көріп тұрған жайым бар. Тегім-ау көтейін, елжіреген жүрегін, ананады шыршыр етіп тұрғанын көріп тұрған жайым бар. Шырылдамас боларсың, жүректе көрейді, салып бірмен тастаймын. Қаназарда ятанын, қайсарлығым бойына, құйып бірмен кетейін. Тегім-ау көтейін, бата тілеп отырған, ниетімнен айналдым. Бата менен өзімді, балау алам тияғым. Бата менен елгі көрер, жауын менен жергі көрер. Бата менен өзімді, көгертіп бірмен алайын. Тияғыма көтейін, өмірден де өзімде өксік бір өткенін көріп тұрмын тылсымнан. Өмір жасын сенің әлі де ұзақ болып тұрғанын айтып бірмен кетейін. Ақ жіпті өзіне, әлі сыйғылып өзіне ақ жол қып тартамын. Қиналмас бір боларсың,